Кайырлы кеш, құрметті көрермен, ЦМБ арнасында Аружан Мәлікқызы, алда көретіндеріңіз. Жүк вагонындағы жарылыс. Бұл оқиғаға не себеп болды? Кім жауапты? Эксклюзивті кадрлар мен оқиғаның мән-жайы. Өскемендегі ауаның ластануы, себептері, салдары және шешу жолдары, тұрғындардың көзқарасы мен өзекті деректер. Қазақстандағы қосылған құн салығының өсімі. Бұл бизнесті қалай өзгертеді және қарапайым халыққа әсері бар ма? Маңызды мәліметтер мен талдау. Астанадағы теміржол бекетінде жүк вагоны жарылып, төтенше жағдай орын алды. Қазіргі таңда бұл жарылыстың себептері анықталып жатыр. Жарылыстың салдары қандай, куәгерлер не дейді? Бұл сұрақтарға жауап алу үшін оқиға орнында жүрген әріптесім Аружан Бақытқа сөз беремін. Аружан, біз сізді тыңдап тұрмыз. Темір жолдағы жарылыс кездейсоқтықтан ба, әлде салғырттықтың салдарынан ба? Біз дәл қазір Астанадағы ескі теміржол бекетінде тұрмыз. Бұл жерде 13-нен 14-не қараған түні Еуропалық одақтан келген дизель генераторы бар вагон жарылған болатын. Қуатты жарылыстың дауысын бірнеше шақырым жерден естігендер бар. Төтенше жағдайлар қызметі оқиға орнын толық тазартты. Бірақ мына көрініс теміржолдағы бір сәттік қателіктің қандай салдары болуы мүмкін екенін дәлелдеп тұрғандай. Қазір көлік полициясы бұл жағдай жайлы теміржол қозғалысы және қауіпсіздігі туралы бап бойынша іс қозғауда. Бұл қайғылы оқиғадан қандай сабақ аламыз? Оны алда көре жатармыз. Сіздермен болған Бақыт Аружан, арнайы кешкі жаңалықтар үшін. Азық-түлік бағасының шарықтауы тұрғындардың қалтасына салмақ түсіріп, көптеген сұрақтар туындап отыр. Бағаның өсу себептері мен оның халыққа әсері жайлы толығырақ әріптесім Розагүл Күнтуған баяндайды. Розагүл, сөз кезегі сізде. Бүгінгі күннің басты мәселесі азық-түлік бағасының күрт өсуі. Әлеуметтік желіде, базарларда, дүкендерде бағаларының аспанға кету туралы әңгіме көбейгені белгілі. Соңғы уақытта азық-түлік бағасының өсуі халықты алаңдатып отыр. Күнделікті тұтынатын өнімдердің қымбаттауы тұрғындардың қалтасына қаншалық салмақ түсірді. Ұлттық статистика бюросының мәліметінше соңғы бір айда негізгі азық-түлік тауарларының бағасы орта есеппен 10%-ға өскен. Әсіресе нан, сүт, ет және көкөніс өнімдердің қымбаттауы байқалады. Сарапшылар мұны нарықтың өзгерістері мен логистика мәселелерімен немесе инфляциямен байланыстырып отыр. Азық-түлік бағасының өсуі тек нарықтың өзгерістердің нәтижесі ғана емес, ол қарапайым халықтың күнделікті өміріне тікелей әсер етеді. Бұл мәселе қаншалықты шешім табады, оны уақыт көрсетеді. Біз сіздермен бірге бұл жағдайда бақылауда ұстаймыз. Розагүл Күнтуған, арнайы СММ арнасы үшін. Қазақстан президентінің Иорданияға сапары екі елдің арасындағы ынтымақтастықты нығайтуға бағытталған маңызды қадам. Келіссөздер, қол қойылған құжаттар және негізгі тақырыптар жайлы толығырақ әріптесім Рахат Тоқсанбай баяндайды. Мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаев ресми сапармен Иордан Хашимит корольдігіне барды. Қазақстан президентінің келуі таяу шығыс қақпасы саналатын мемлекет үшін екі ел арасында қарым-қатынасты күшейтіп және түрлі сан саладағы байланысты нығайтпақ. Атбасын Иордан Хашимит корольдігіне арнайы бұрған Қасым-Жомарт Тоқаевты онда салтанатты рәсіммен қарсы алды. Жылы құшақ жайған король 2-ші Абдалла бен Әл-Хусейн мен мемлекет басшысы да жылы сәлемдесті. Иордания королі Қасым-Жомарт Тоқаевтың сапары екі ел арасындағы саяси, сауда-экономикалық, инвестициялық байланыстарды одан әрі кеңейтуге мол мүмкіндік беретінін атап өтті. Кездесуде мәдени-гуманитарлық ықпалдастығын кеңейту мәселелеріне айрықша мән берілді. Сонымен қатар мемлекет басшылары халықаралық және өңірлік қауіпсіздіктің өзекті мәселелері жөнінде пікір алмасты. Кездесу соңында президент Иордания королін Қазақстанға сапармен келуге шақырды. Интернет алаяқтары жаңа әдістерді меңгеріп, құрбандарын алдаудың тың жолдарын тауыпты. Банктік шоттарды бұзу, жеке деректерді ұрлау, жалған инвестициялар, киберқылмыс күннен күнге күшейіп барады. Қауіптің алдын алу үшін не білуіміз керек? Қандай сақтық шараларын қолданған жөн? Банктен хабарласып тұрмыз, картаңыз бұғатталғалы тұр. Осындай қоңыраулар бүгінде жиі кездеседі. Интернет кеңістігінде алаяқтар күн сайын айла тәсілдерін жаңартып, адамдардың сеніміне кіріп, ақша мен жеке деректерді иемденуде. Осындай қылмыстың алдын алу үшін не білуіміз керек? Бүгін осы сұрақтарға жауап іздейміз. Сарапшы мамандардың айтуы бойынша, алаяқтардың басты қаруы адам сенімі. Олар эмоция арқылы әсер етіп, тез шешім қабылдатуға тырысады. Қоңырау шалып, карта бұғатталды деп хабарласса, бірден тоқтатыңыз. Ешқандай деректерді айтпауға тырысыңыз. Киберқауіпсіздік ережелерін сақтау интернеттегі алаяқтардан қорғанудың ең тиімді жолдары. Назарларыңызға бірнеше маңызды кеңестер ұсынамыз.
Жеке деректерді ешкімге бермеңіз. Банк қызметкерлері құпия ақпараттар сұрамайды. Сілтемелерге абай болыңыз. Бейтаныс сілтемелерге өтпеңіз. Құпия сөздерді жиі өзгертіңіз. Күрделі құпия сөздерді пайдаланыңыз. 2 сатылы тексеруді қосыңыз. Шоттарыңызды қорғау үшін қосымша қауіпсіздік. Сақтық. Сіздің басты қаруыңыз. Ақпараттық қауіпсіздік ережелерін сақтай отырып, интернет алаяқтарының арбауына түспеудің жолын таба аласыз. Есіңізде болсын, ең жақсы тосқауыл бұл сіздің қырағылығыңыз бен сауаттылығыңыз. Әр қоңырауға, әр хабарламалға сақтықпен қарап, жеке деректеріңізді ешкімге жария етпеңіз. Қырағы болыңыз, сенімді ақпаратқа ғана жүгініңіз. Өскемен қаласындағы экологиялық ахуал күн тәртібінен түспей келеді. Әсіресе ауа ластануы тұрғындарды алаңдатқан басты мәселелерінің бірі. Соңғы күндері зиянды қалдықтардың мөлшері қаншалықты артты? Бұл жағдайға не себеп? Тақырыпты толығырақ білу үшін біздің тілшіміз Малика Мұратбекқызы зерттеу жүргізіп қайтты. Өскемен қаласында ауа ластану деңгейі қауіпті шекке жетті. Өнеркәсіптік қалдықтар мен жылу электр станцияларының түтіні тұрғындардың денсаулығына қатер төндіруде. Мамандар күкірт диоксиді мен ауыр металдардың ауада шамадан тыс көбейгенін растап отыр. Қала аспанын тұмшалаған қою түтін экологиялық жағдайдың нашарлағанын дәлелдейді. Экологтар зауыттарға заманауи сүзгі жүйелерін орнатуды талап етуде, ал тұрғындарға далаға шыққанда маска тағуға кеңес беріледі. Өскеменнің экологиялық жағдайы алаңдатарлық күйде. Сарапшылар тиісті шаралар қабылданбаса, жағдай одан әрі нашарлауы мүмкін екенін ескертеді. Сіздермен бірге болған Малика Мұратқызы, арнайы ЦМБ арнасы үшін. Қазақ және моңғол мәдениеттерінің тоғысуы ортақ тарихи тамырлар мен ұқсас дәстүрлер арқылы көрініс табады. Жастар арасындағы қарым-қатынас бұл байланыстарды одан әрі нығайта алады. Осы тақырып аясында арнайы дайындалған сұхбатқа назар аударсақ. Қос мәдениетіміздің тоғысуы, сонымен қатар шетел азаматынан сұхбат алып көрсек. Кішігірім өзіңіз таныстырып өтсеңіз. Рахмет. Қайырлы күн. Менің есімім Мұратбек Деля. Мен Моңғолия мемлекетінен Ховдай аймағынан келдім. Сол жерде 12 жыл мектепте білім алдым. Қазіргі таңда Қазақстан Республикасының Астана қаласында Амангелді Хусайнов атындағы Евразийский гуманитарлық институтында 2-ші курста білім алудамын. Сіз үшін Қазақстанға алғаш келгенде ең ерекше әсер қандай болды? Мен үшін Қазақстанға келгенде әсерім ерекше. Өйткені ата жұртымызға келу мен үшін арман болды. Осы жақта оқып, білім алу, ол біздің жалпы арманымыз. Моңғолия мемлекетінде қысымшылық көрдік деп айтпаймыз. Ол біздің туған жеріміз, туған жер ретінде ерекше, ал бірақ ата жұртқа келу мен үшін жалпы арман болған. Және де сіз Қазақстанға келгенде сізді бұнда нелер таңғалдырды? Жалпы маған бұл жерге келгенде таңғалдырғаны ерекшесі ол жастар арасында қазіргі таңда қазақ тілі емес, орыс тілінің өрбуі. Қазақстан мемлекеті болғасын, қазақ тілі көп қолданылу керек деп ойлаймын. Өз мамандығым қазақ тілі әдебиет болғандықтан, мен үшін қазақ тілі бірінші орында тұру керек деп ойлаймын. Моңғолияда қазақ болып өмір сүру сізге қаншалықты қиыншылық тудырды? Моңғолияда қазақ болып өмір сүру мен үшін ешқандай қиыншылық тудырды деп айтпаймын. Өйткені моңғол халқы жалпы өте бірлікшіл, өте жомарт халық. Бізге ешқандай қысымшылық көрсеткен емес. Сол себепті ол жерде біз ешқандай қысым көрген емеспіз. Өзімізбен өзіміз туған жерімізде жалпы кең және де бірлікте жақсы өмір сүрдік. Алдағы жылда қандай мақсаттарыңыз бар? Және де Қазақстанда қалу ойыңызда бар ма? Яғни осында қаласыз ба? Жоқ әлде Моңғолия өз еліңізге қайтасыз ба? Жалпы айта кетсем, алдағы таңдағы мақсаттарым менің оқуымды бітіріп, және магистратура оқып, докторантура оқып, білімімді жалғастырып, және де жақсы маман иегері болып, осы Қазақстан мемлекетіне өз еңбегімді сіңірсем деймін. Менің мақсатым осы өз ата жұртыма келу болғандықтан, осы жерде білім алып, және де осы жерді өркендету, және де осы Қазақстан мемлекетінің жастарына білім беру. Болашақта бұйырса осы Қазақстан Республикасының азаматы боламын деген үміттемін. Рахмет, бізбен бірге кішігірім сұхбаттасқаныңызға Лейла ханым рахмет. Сізге алғысымыз шексіз. Сізге де рахмет.
Бүгінгі басты спорттық оқиғаларының бірі Барыс пен Северсталь арасындағы тартысты матч. Елордалық клуб жанкүйерлері қандай ойын өрнегімен қуантпақ. Айта кетейік, Барыс 1999 жылы құрылған және КХЛ-дағы Орта Азиядан шыққан жалғыз команда. Бүгінгі кездесуде команда қандай нәтиже көрсетті? Толығырақ әріптесім Анель Фархатқызы баяндайды. Анель, сөз кезегі сізде. Ружан, құрметті көрермен, біз Астана қаласынан тікелей эфирға шығудамыз. Астана қаласын жергілікті Барыс командасы мен Россиялық Северсталь командасының арасындағы тартысты ойын жалғасуда. Бірінші кезең 1-0 есебімен аяқталса, екінші кезең 2-0 есебімен жалғасып тапты. Северсталь командасы алға басуда. Қазақстан құрамасы Барыс клубының ойыншылармен күшейтіліп, Қытайдың Харбин қаласында өткен 2025 жылғы 9-шы қысқы Азия ойындарында жеңіске жетті. Финалда Қазақстан құрамасы Оңтүстік Кореяны 2-1 есебімен жеңіп, турнирдің алтын жүлдесін иеленді. Команданың капитаны Роман Страченко негізгі уақыттың аяқталуына 2 минут қалғанда жеңіс шайбасын соғып, басымдықты пайдаланды. Бұған дейін жартылай финалда Қазақстан құрамасы турнир қожайындары Қытай командасын 3-0 есебімен жеңген болатын. Шайбаларды Роман Страченко, Дмитрий Гренц және Дмитрий Бреус соқты. Ал Барыс ойыншылары Әділ Бектаев пен Руслан Оспанов нәтижелі пас берді. Айта кету керек, құраманың басым бөлігі Барыс хоккей клубының ойыншыларынан жасақталған. Бұл команданың үйлесімді ойнауына ықпал етті. Қорғаушы Әділ Бектаев ойыншылардың бірін-бір жақсы білетінін, бұл мұз айдынында өзара әрекеттесуді жеңілдеткенін атап өтті. Осылайша Барыс хоккейшілерінің белсенді қатысуымен Қазақстан құрамасы Азия ойындарында сәтті өнер көрсетіп, хоккей турнирінің алтын жүлдесін жеңіп алды. Мәдениет әлемінде айтулы оқиғалар. Ұлы ақын, ойшыл Абай Құнанбайұлының 180 жылдығына орай арнайы қойылым сахналанып, көрерменге қуаныш сыйлады. Бұл қойылымда Абай мұрасы қалай көрініс тапты? Құрметті көрермен, сіздермен бірге Абай Құнанбаевтың 180 жылдығына арналған «Махаббат қызық мол жылдар» атты қойылымынан тікелей эфирдеміз. Құдай-ау, қайда сол жылдар, махаббат қызық мол жылдар. Бұл қойылым Абай Құнанбайұлының шығармашылығына негізделген ерекше өнер туындысы. Ұлы хакімнің өлеңдері, әндері мен қара сөздері спектакльдің өзегіне айналып, көрермендерді терең ойға жетелейді. Әуесқой шаңырақ театрының талант әртістері Абай дәуірінің рухын асқан шеберлікпен жеткізіп, оның шығармашылық әлемін көркем бейнелеген. Бұл қойылым өткенмен бүгінді жалғап, көрерменге ұлы ақынның мұрасын жаңа қырынан танытатын әсерлі қойылым. Махаббат қызық мол жылдар спектаклі шаңырақ театры биыл Абай атамыздың 180 жылдығына орай қайтадан осы бір маусымымызда осы Абай спектаклімен бастап жатырмыз. Енді Абай қазақта сөз бар. Адам ескірмейінше Абай ескірмейді деген, сол себепті Абай біздің әрқашан ұстазымыз болып тұрады. Әрқашан оның сөздері ешқашан өшпейді. Сол сияқты бұл рөлді ойнау да өте қиын. Енді біз кәсіби актер, актриса болмасақ та, өзімізге үлкен ауыр жүкті артып алғаннан кейін әрбір нәрсеге, образымызға, киімімізге, әрбір айтатын сөзімізге барлығына кәдімгідей жауапкершілікпен қараған болатынбыз. Сондықтан да бұл сахнаның киесі деген нәрсе бар, тағы да сол үшін де біз абыройды алғаннан кейін барлығын кәдімгідей жауапкершілікпен істедік. Көріп тұрғандарыңыздай сал толған көрермен қойылымның атмосферасына еніп, рухани демалып отыр. Сіздермен болған Әсел Сүлеймен, арнайы Цемба арнасы үшін. Сонымен қатар қазақ кино өнерінің негізін қалаушыларының бірі, режиссер, актер Шәкен Аймановтың 111 жылдығына арналған іс-шара өтті. Ұлттық мәдениет пен өнерді дәріптеуге арналған шарада қандай ерекше сәттер орын алды? Толығырақ алдағы сюжетте. Баршаңызға сәлем, сіздермен бірге ЦМБ арнасының тілшісі мен Қасқарбаева Альмира. Қазіргі таңда біз Еуразия ұлттық университетіндеміз және дәл қазіргі таңда осы университетте қазақ киносын негізін қалаушы Шәкен Аймановтың 111 жылдығына орай іс-шара өткізуде. Дәл осы сәтте Шәкен Аймановтың өнер мен мұрасын еске ала отырып, оның қазақ мәдениетіне қосқан үлесін ұлғайтудамыз. Шәкен Аймановтың туындылары қазақ киносының алтын қорына қосылған мәңгілік шығармалар болып табылады. Оның режиссурасымен түсірілген фильмдер әрқайсымыздың жүрегімізде терең із қалдырып, ұлттың рухани байлығына айналды.
Бүгінгі күн біз үшін ұлы тұлғаның есімін еске алып, оның шығармашылығын қайта жаңғыртуға мүмкіндік беретін ерекше күн. Ал достар, енді қазір біз өзіміздің қатысушылар мен көрермендерден бүгінгі іс-шара қай деңгейде және қалай өткенін білетін боламыз. Жалпы іс-шара өте жоғары деңгейде өткізіліп жатыр. Ең алдымен студенттерге нағыз танымдық іс-шара. Неліктен? Себебі әрбір кезең өзінің бір қалдырар пайдасымен пайдалы болып табылады. Және әрбір қатысушы, тіпті көрерменнің өзі де әрбір кезеңнен бір пайдалы ақпаратты өзінің басына түйіп қалады деп есептеймін. Жалпы осындай іс-шаралардың көбірек ұйымдастыру жақсы. Рахмет көп. Ал ендеше келесі қатысушымыздан осы іс-шара қай деңгейде және қалай өткенін білетін боламыз. Және өзіңізге не түйіп алдыңыз? Мен өзіме жалпы қазақ кино индустриясының өте жоғары деңгейге шыққан сәтін, және де Шәкен Айманов ағамыздың қазақ киносы үшін алғашқы фундаментті құйып, осындай бүгінгі күндегі деңгейге жетуіміз сондай үлкен рөл қосып, жалпы біздің Томирис киносының Золотой глобусқа ілінуінің өзіне алғаш септігін тигізген өте ұлы кісі туралы біз бүгін білдік. Кішігірім болсын мәлімет жинадық. Жалпы тек қана біз емес, бүкіл Қазақстан адамдары дәл біз секілді Шәкен Айманов сияқты ағаларымызды біліп зерттеп жүрсе, онда біздің нұр үстіне нұр болар еді. Рахмет көп. Ал енді келесі қатысушымыз және көрерменіміз жайында осы іс-шара қай деңгейде және қалай өтті? Өзіңізге не түйіп алдыңыз? Бұл іс-шара өте жоғары деңгейде өтті деп ойлаймын. Тек қатысушыларға ғана қоймай, көрермендер де бұл ойындардың қызығына беріліп кетті. Сондықтан өте жоғары деңгейде болды деп ойлаймын. Барлығына қызықты. Рахмет көп. Шәкен Аймановтың мұрасы ол тек кино өнерінің ғана емес, жалпы мәдениетіміздің алтын қоры болып қала береді. Бүгінгі күні оған құрмет көрсетуіміз біздің кино индустрияға деген көзқарасымызды, оның шеберлігін бағалауды білдіреді. Сонымен қатар болашақ ұрпақтар да бұл мұраны ұрпақтан ұрпаққа жеткізіп, әлемдік кино өнерінің қатарына шығару жолында үлкен жауапкершілік алуы керек. Мінекей осындай көңілді кеште біз өзіміздің іс-шарамызды аяқтадық. Бізбен бірге болғандарыңызға көп рахмет. Степногорск қаласында жаңа спорт кешені ашылды. Бұл қаладағы спорт саласының дамуына серпін беретін үлкен жаңалық. Заманауи кешен жергілікті тұрғындар мен спорт сүйер қауым үшін қандай мүмкіндік ұсынады? Жалпы Степногорск спорттық инфрақұрылымын нығайтып, қарқынды даму үстінде. Толығырақ алдағы сюжетте көреміз. Степногорск қаласында жаңа Тарлан дене шынықтыру сауықтыру кешені ашылды. Бұл кешен аймақ тұрғындарының денсаулығын нығайту және спортты дамыту мақсатында салынған маңызды оқиға болды. Менің аты жөнім Тұрсынмұрат Ардақ. Мен Тарлан дене шынықтыру сауықтыру кешенінде шұғылданамын. Мен волейболмен уже бірнеше жыл айналысып, өте керемет сезімдерге алам. Кешен заманауи жабдықтармен қамтамасыз етілген және әртүрлі спорт секциялары мен жаттығу залдарын қамтиды. Тарлан кешені күн сайын дүйсенбіден жексенбіге дейін жұмыс істейді. Кешеннің ашылуы жергілікті тұрғындар үшін спортпен шұғылдануға және салауатты өмір салтын ұстануға қосымша мүмкіндік береді. Мен бүгін Тарлан залында бірінші күнмін. Тарлан залы өте жаңа және заманауи. Маған Тарлан залы өте ұнайды. Мен Алдияр Осман, грек-рим күресіне қатысамын. Маған Тарлан спорт кешенінде жаттығу жасаған ұнайды. Қаланың 9-шы шағын ауданында орналасқан бұл кешенде балалар мен жасөспірімдерге арналған спорт секциялары және ересектерге арналған фитнес бағдарламалар, басқа да сауықтыру қызметтері ұсынылады. Тарлан дене шынықтыру сауықтыру кешенінің ашылуы Степногорск қаласының спорттық инфрақұрылымын дамытуға және халықтың денсаулығын жақсартуға елеулі үлес қосады деп күтілуде. Анталия қаласында өткен Ривера Фест халықаралық шығармашылық фестивалінде Қазақстанның атынан қатысқан Лев Николаевич Гумилев атындағы Евразия ұлттық университетінің студенттері үздік өнер көрсетіп, жүлделі орындарға ие болды. Нақтырақ Сұлтанғали Әйгерім баяндайды. Ақпан айының басты жаңалығы құм мен толқындар аясында жарқыраған Түркия елі Анталия қаласында Ривера Фест шығармашылық фестивалі өтті. Евразия ұлттық университетінің студия ұжымы халық әні номинациясында бірінші орын, ал эстрадалық орындау номинациясы бойынша екінші орын иеленіп, жоғары кәсіби деңгейі мен орындаушылық шеберлігін тағы бір мәрте дәлелдеді. Самұрық би мектебі де көрермен мен қазылар алқасын ерекше өнермен таң қалдырып, заманауи би номинациясында бірінші орынды жеңіп алды. Бұл байқауға Беларусь, Өзбекстан, Италия, Бельгия, Жапония және Оңтүстік Африка елдерінің өнерпаздары да қатысты.
Каспий теңізіндегі экологиялық жағдай күннен күнге күрделеніп барады. Соңғы мәліметтерге сүйенсек, су деңгейін төмендеуі, балықтардың жаппай қырылуы және мұнай дақтарының пайда болуы экожүйеге үлкен қауіп төндіруде. Бұл мәселеге қандай шаралар қолдануда? Жағдайдың нақты себебі қандай? Бұл жайлы тілшіміз Асыл Тәуекел мәселені зерттеп көрді. Каспий теңізін қорғау мақсатында бірнеше шаралар қолға алынуда. Бұл шараларды айта кетсем, халықаралық келісімдер және де экологиялық мониторинг, жасанды құбырлар қазу. Бұл мәселелер бойынша айта кетсем, қазіргі кезде су деңгейінің төмендеуі, балықтардың жаппай қырылуы және де мұнай дақтарының пайда болуынан Ақтау тұрғындары зардап шегіп жатыр. 2024 жазғы кезіндегі мәселені айта кетсем, су деңгейінің төмендеуі бойынша халық су тапшылығынан қиналып кетті. Бұл мәселе бойынша жасанды каналдарды құру бойынша, қазу бойынша су төмендеуін шешуге болады. Және де экологиялық мониторинг бойынша да мұнай дақтарының пайда болуынан және де екі бөлікке бөлінгеннен мұнайдың басқа жақтан алуынан да мәселелерді шешуге болады. Бүгінгі күннің бас тақырыптарының бірі еліміздегі қосылған құн салығының көтерілуі. Үкімет бұл өзгерістерді экономиканы тұрақтандыру шаралары десе, халық пен кәсіпкерлер бағаның шарықтауынан алаңдап отыр. Бұл салық реформасы бізге қалай әсер етпек? Арнайы дайындалған сюжетке назар аударсақ. Қазақстанда ККС-ның өсетіні туралы ресми ақпарат жарияланды. Үкімет өкілдері бұл бюджет түсірімдерін арттырып, әлеуметтік бағдарламаларды қаржыландыруға мүмкіндік береді деп отыр. Дегенмен, тұтынушылар мен бизнес иелері бұл өзгерісті әртүрлі қабылдауда. ККС өсімі тек ірі бизнеске ғана емес, шағын кәсіпкерлер мен қарапайым тұтынушыларға да әсер етпек. Сарапшылардың пікірінше, салық мөлшерлемесінің көтерілуі бағаның 3-4%-ға қымбаттауына әкелуі мүмкін. Бұл әсіресе азық-түлік, жанармай және тұрмыстық тауарлардың құнына тікелей әсер етпек. Мысалы, осы уақытқа дейін 250 теңге тұрған нанның бағасы 16%-ды ККС енгізілгеннен кейін шамамен 280 теңгеге дейін көтерілуі мүмкін. Дәл осындай өзгерістер сүт, қант секілді күнделікті қажетті тауарларда да байқалуы мүмкін. Ал кәсіпкерлер бұл өзгеріс олардың шығындарын арттырып, тауар айналымының төмендеуіне әкелуі мүмкін деп отыр. Экономист Марат Қайырбековтың айтуынша, ККС өсімі мемлекеттік бюджеттің кірісін арттырып, әлеуметтік жобаларды қаржыландыруға мүмкіндік береді. Дегенмен бұл шешім инфляция деңгейіне әсер етуі мүмкін. Себебі кәсіпкерлер шығындарын өтеп, бағаны көтеруге мәжбүр болады. Сондықтан үкімет бағаны тұрақтандыру бойынша қосымша шаралар қабылдауы қажет. ККС өсімі экономикалық тұрақтылық үшін маңызды қадам болғанымен, оның қарапайым халыққа әсерін ескеру қажет. Бұл өзгеріс тауарлар мен қызметтердің қымбаттауына әкелсе, азаматтардың сатып алу қабілеті төмендеуі мүмкін. Сіздермен болған Тамирис Дамирқызы, арнайы ЦМБ үшін. Башаңызға сәлем. Қазақстан үкіметі қосылған құн салығын мөлшерлемесін қазіргі 12%-дан 16%-ға дейін көтеруді жоспарлап отыр. Бұл бастама қоғамда және бизнес өкілдері арасында қызу талқылауда. Осыған байланысты біз блиц сауалнама жүргіздік. Қосылған құн салығын көтерілу туралы не ойлайсыз? Менің ойым дұрыс емес деп ойлаймын. Өйткені ол құн салығынан бұрын жаңағы НДС-тің өзінің бағасында негізі 78 миллионнан қазір 15 миллионға дейін түсірмек болып тұр. Қосылған құн салығы өсімі жалпы халық пен кәсіпкерлерге қалай әсер етеді? Өзіңіз ойыңызды айтып кетсеңіз. Халық пен кәсіпкерлерге. Енді кәсіпкерлерге дополнительный изишки ғой ол деген. Ол мысалы QR-дан налогын төлейді, басқа НДС-і бар, басқа да көрінбейтін салықтар бар, мысалы өзінің. Мысалы жеке бизнес болса, или көбісінде мысалы өзі собственностьта, өзінде мүлкі жоқ қой, барлығы арендада отырады ғой. Арендадағы дополнительный құн салығы қосылғаннан кейін бағасын өсіртеді ғой. Сондықтан ол ең бастысы кімге қиын, халыққа қиын болады. Кейде бір ауыз жылы сөз адамның көңіл күйін көтереді. Ал біз мұны қаншалықты жиі жасаймыз? Әріптесім Айзере Алиева жүргізген әлеуметтік экспериментті тамашалайық.
Баршаңа сәлем, сіздермен бірге мен Айзере, және де бүгін біз Еуразия ұлттық университетіне қонаққа келіп қалдық. Осы университеттің қызметкерлері мен студенттеріне бүгін жылы сөз айтып, тәтті шоколад беріп, көңілдеріне қуаныш сыйлайтын боламыз. Ал ендеше кеттік. Ең алдымен біз бас ғимараттың күзетшісіне жылы сөз айтатын боламыз. Ал ендеше кеттік. Егер жанында болмасаң сен. Ағай, сәлеметсіз бе? Сіз осы біздің университетіміздің қауіпсіздігін сақтайтыныңыз үшін, бізді сақтап жүргеніңіз үшін сізге үлкен рахмет айтамын, және де қабыл алыңыз. Сәлеметсіз бе, апай? Сіз осы университеттегі ең мейірімді адамсыз, және де жылы қабақ танытып, студенттерге ыңғайлы болсын деп, осылай жұмысыңызды жақсы атқарып жүргеніңіз үшін сізге алғыс айтамыз. Көңіліңіз көтеріңкі болсын. Мен бас ғимараттан өзімнің құрбымды көріп қалдым, ендеше кеттік. Ақнұр, сәлем. Сен әрқашанда стильді көрінесің, және де бүгінгі күнің жақсы өтуіне тілектеспін. Менен қабыл ал. Мен тек сені күтем, басқалар керек емес мүлдем. Жалғыз қалған артық. Сәлеметсіздер ме? Әрқашан күліп жүріңіздер, және де сіздердің жұмыстарыңызға табыс тілеймін, және де менен тәтті шоколад. Көрдіңіздер ме? Бір ауыз жылы сөз бір адамның көңіл күйін қалай көтереді. Сондықтан да айналамызға мейірімімізді шашып жүрейік. Жақсылық жұқпалы. Тек сен маған керегі. Тек сен басымда менің. Тек сен маған керегі. Тек сен. Бүгінге айтпағымыз осы, келесі кездескенше амандықта болыңыздар. Армысыздар, сіздермен Арайлым Тұрсынбек, бейсенбі 27 ақпанға арналған ауа райы болжамымен таныс болыңыздар. Солтүстіктің басым бөлігінде күн бұлтты, Павлодарда күндіз -5, түнде -12, Көкшетау мен Петропавлда күндіз -5, түнде -10-11, ал Қостанайда күндіз -6, түнде -11. Ал орталықта күн құбылмалы, Жезқазған мен Қарағандыда күндіз -5, түнде -10-11, Семейде күндіз -5, түнде -13, ал Өскеменде қар жауады, күндіз -5, түнде -9 градус. Батыста күн жауын-шашынсыз, Ақтауда күндіз -1, түнде -9, Атырау мен Ақтөбеде күндіз -5, түнде -10, ал Оралда күндіз -6, түнде -10 градусқа дейін суытады. Оңтүстіктің басым бөлігінде күн ашық, сынап бағанасы Таразда күндіз +4, түнде -3, Түркістанда керісінше күндіз +3, түнде -4, ал Қызылорда облысында күндіз +1, түнде -6, ал Қонаев пен Талдықорғанда қар жауады. Ал мегаполистерге келетін болсақ, Шымкентте күндіз +4, түнде -4, ал Алматыда қар жауады, күндіз 0, ал түнде -6. Ал елордамыз Астанаға келетін болсақ, күндіз -6, түнде -12 градус суық. Назарларыңызға рахмет, жылы киініп жүріңіздер, арна қосулы болсын.